Қазақстан бойынша жас ел еңбек жасақтарының 21-ші еңбек маусымы басталды. 22-23 мамыр күндері Атырау қаласында республикалық деңгейдегі ашылуын жасадық. Арнайы осы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен, Ақтөбе облысының әкімдігінің қолдауымен ресми деңгейде барлық өңірге стартты бердік. Бүгін енді Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында, Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми ашып отырмыз. Барлық сарбаздарға сәттілік тілейміз. Биыл Қазақстан бойынша 30 мыңнан астам жас маусымдық жұмыспен қамтылады. Бұл жылдан жылға өзінің нәтижесін беріп, белгілі бір деңгейде өсімді көрсетіп келе жатыр. Арнайы өсім де байқалады. Осы көлемде біз барлық жоба жалпы республиканың барлық аймағында іске асырылады. Оған біздің жас ел штабының жетекшілері, жас елдің сол әр өңірдегі штабтары толықтай дайын. Жасақта жұмыс істедік. Былтыр осы Күршім ішін тазалап, біз бір потокта 25 бала болдық. Оның ішінде оқушылар да бар, 16 кәмелетті жасқа толған студенттер де бар. Оқу өз ақшасымен армандарында жинап жүрген балалар да бар, өз несінде де жинап жүрген адамдар бар. Бәріміз осы Күршім үшін барымыз, теріміз төгіп жұмыс істедік. Осы Күршім бойынша бүкіл жердің бәрін нетіп, шөптерді жолып, суға арып, аймақтардың бәрін жинап